Баланың айласы. Бір күні әлім адам жапанда келе жатып бір тасқа сүрініп, жығылып ойлайды. Бұл тас адамға зиян келтіретін тас екен, жолдан алып тастайын дейді. Сол оймен тасты көтеріп еді, ішінен бір сандық шықты. Сандықты ашып еді, ішінен бір жылан шықты. Жылан әлімге ұмтылып, мен сені шағамын, ысс деді. Сонда әлім тұрып айтты, мен сені тар, қараңғы тұтқыннан шығардым. Жақсылыққа жамандық бар ма дейді. Сонда жылан тұрып айтты, жақсылыққа жамандық бар, ысс деді. Сонда әлім айтты, олай болса біреуге жүгінелік, төре басы саған тисе шаға бер дейді. Сонда олар келе жатып бір түйеге жолықсады. Түйеге олар жағдайының мәнісін түсіндіріп болған соң, түйе де айтты, жақсылыққа жамандық бар, не үшін десеңіз, мен адамға жүктерін көтеріп, ауызды жүктерін көтеріп, өмірімше қызмет етсем де, олар әр уақытта менің шамамнан тыс жүкті көтерткізіп, жүре алмаса, ұрып соғып, ренжітеді дейді. Сонда оны естіген жылан әлімнің мойнына бір оралады. Олар және де келе жатып бір итке жолықсады. Ит те тұрып айтты, жақсылыққа жамандық бар, өйткені мен өзімнің иемнің мүлкін, жануарларын және де малдарын бағып көмектесемін. Мен ақырында қартайып ауырлы болған соң, олар мені таяқтап қуып жіберді дейді. Және де жылан әлімнің мойнына тағы бір оралады. Сонда олар келе жатып бір алма талына кез болады. Сонда алма талы да тұрып айтты, жақсылыққа жамандық бар, не үшін десеңіз, мен адамдарға көлеңкемді көргізіп, ыстық кездерде көмектесемін, және де жасыл жапырақтарымен ауаны тазартуға көмектесемін. Және де менің тәтті жемістерімді, алмаларымды беремін. Олар менің жемістерімді қолмен жұлып алудың орнына түбімнен қатты ұрып жерге түсіріп жейді дейді. Сонда жылан тұрып айтты, әлімнің мойнына тағы бір оралып, енді мен сені шағамын, ысс деді. Сонда әлім айтты, енді тағы біреуге ақ жүгінелік, төре басы саған тисе шағасың дейді. Сонда олар келе жатып бір топ ойнап жүрген балаларға кездеседі. Балалардың ішінде біреуі әлімге сәлем береді. Сонда әлім сәлемін алып балаға жағдайды түсіндіреді. Жағдайды түсіндіріп болған соң бала айтты, ей ата, бекер сөйлейсің, қолыңдағы кіп-кішкентай қобдиға мойныңа үш оралған әйдік жылан қайдан сыйушы еді дейді. Сонда жылан тұрып айтты, бұл сөз рас деді. Сонда бала тіптен аламай кетеді. Мен бұны көзбен көрмей адамнан болмас дейді. Сонда жылан баланы нандыру үшін еріліп барып банағы қобдиға жата қалады. Сонда сол кезде бала сол сандықты тарс еткізіп жабады да бекітеді де әлімнің қолына береді. Апарып алған жеріңізге қойыңыз деп. Сонда қу бала әлімді бір өлімнен құтқарып қалады.